Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді сорпаның рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті керек. Оны жақсылап жуып кептіріп, видеодағындай ұзынша етіп тураймыз. Бір ыдысқа салып, маринадтаймыз. Паприка, тұз, базилик және үкіштен өткізілген сарымсақ қосамыз. Сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Бір шетке 30 минутқа қойып қоямыз. Сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Корейлік үкіштен өткізіңіздер, сонда әдемі болып көрініп тұрады. Картопты видеодағындай төртбұрышты етіп тураймыз. Пиязымызды да тура осылай төртбұрышты ұсақ етіп турап аламыз. Оны мен видеода көрсеткен жоқпын. Өздеріңіздің қалауларыңызша ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Қазанға сұйық май құйып, жаңағы маринадтаған тауығымыз салып, жақсылап қуырамыз. Сарғыш түске енгеннен кейін пиязымыз саламыз. Жақсылап тұрып араластырып, 1-2 минут қуырамыз. Одан кейін сәбізімізді қосамыз. Араластырамыз. Содан соң картопымызды салып, жақсылап тұрып 1-2 минут қуырамыз. Содан соң консервадағы саңырау құлағымыз саламыз. Немесе свежий, яғни балғын саңырау құлақты қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз себеміз. Жақсылап араластырамыз. Қайнаған ыстық су құйып, бетін жауып, 15 минуттай қайнатамыз. Картоп піскеннен кейін балқытылған ірімшік қосамыз, яғни плавленный сыр. Кез келген сливочный деген түрін қолданыңыздар. Жақсылап араластырып, тағы да 1-2 минут қайнатып аламыз. Кептірілген орегано немесе базилик қосамыз да жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, балаларға қатты ұнады. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.